Пайғамбар саллаллаху алейхи өмір жолына қарап отырсақ, келген хадистері қысқа әрі нұсқада, бірақ өте үлкен мағыналарды қамтиды. Бұл да пайғамбарлықтың бір белгілерінен шығар. Енді қазақта күшті сөз бар ғой, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бар деп айтады. Немесе бір нәрсенің тоқатерін айтшы деп айтады ғой қазақ. Ол адамның табиғатынан солай да. Көп сөзді қайтесің, нақты айтсаш, немесе төркініне көш, тоқатерін айт деген секілді. Сол үшін де Алла тағала сөз арқылы, іс арқылы өзінің үкімін, өзінің даналық сөздерін жеткізу үшін, уағызын жеткізу үшін Алла елшісіне сөйлеу шеберлігін берген. Өзінің ойын аз сөздермен құрастырып, адамдарға жеңіл жеткізу шеберлігін берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да өзі айтады: "Уътиту жауамиъал калим" дейді. Маған сөздердің жиынтығы берілді дейді. Өзіңіз айтқандай, сөздің жиынтығы деген сөз 100 сөз болатын болса, оны бүкіл мағынаны 3-ақ сөздің ішіне сыйғызады. 500 сөз болатын болса, оны 5-ақ сөйлемнің ішіне сыйғызады деген сияқты. Бұл Алла елшісінің өмірбаянын оқудың барысында да біз байқайтын жағдайлар. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламның жауласқан екі тараптың ортасына билік айтқан кезде де өте қысқа сөзбен екі жақтың да жүрегіне жол тауып, арасын бітістіріп жібереді. Арбаны сындырмай, өгізді өлтірмей дейді ғой. Иә, арбаны сындырмай, өгізді өлтірмей, әдемі жолын табады. Әрі әдемі төрелік айтады, бейбіт шешімге келтіреді, және өте көркем сөздермен, жеңіл сөздермен, аз сөзбен ақ жүректеріне жол табады, жүректерін жібітіп, араларын жарастырып жібереді.